Баршаңызға сәлем, құрметті менің алтын көрермендерім, сіздермен Гүлзада. Тез дайындалатын таңғы аспен бөліскім келді. Ол үшін кәдімгі булкананды алып, осылай кесіп аласыздар және төрт жағындағы қаттысын кесіп аламыз. Ортасындағы жұмсағын көріп тұрғандарыңыздай оқтаудың көмегімен жұқалап жайып аламыз. Осы жайылған нанға ірімшік және сосисканы орайтын боламыз. Және соңына жұмыртқаны жағып орасаңыздар, бірігіп ашылып кетпейтіндей болады. Құрметті көрермендерім, сіздерге көп рахмет. Менің каналымды көріп отқандарыңызға лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар, комментарий жазыңыздар. Сіздерге бір-екі үшеуін жасап көрсеттім. Өте оңай және тез жасалады. Осылай болып шығады, керемет. Видеодағыдай көріп тұрғандарыңыздай өстіп орап аласыздар, жақсылап. Енді наннан қалған қоқымдарын блендерден өткізіп майдалап аласыздар және жұмыртқаны тарелкаға жарып, жақсылап араластырып аласыздар. Жұмыртқадан кейін жаңа сухарикке нанның қоқымына аунатып, бір-екеуін сізге көрсеттім. Осылай жақсылап аунатып аласыздар. Қызып тұрған майда орташа отта пісіріп аламыз. Екі жағын қызартып. Келесі бетіне аударасыздар. Тез піседі. Орташа отта пісіресіздер. Ішінде сосиска мен сыры балқу керек. Пісіп дайын болды. Өте жұмсақ және қытырлақ болады екен. Балаларым ұнады. Дәмі де керемет болады екен. Барлықтарыңызға жасап көруді ұсынамын.